Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен сіздерге білім класс платформасында сабақтардың өткізілуін, тақырыптардың толтырылуын, бағалардың қойылуын, үй тапсырмасының берілуін тексеру жолдарын көрсетіп кетейін. Алдымен білім класстағы мониторинг бөліміне өтеміз. Сосын сабақтарды өткізу мұғалімдер деген бөлімді басамыз. Мінекей сіздерге осындай терезе ашылады. Енді сабақтардың өткізілуін бақылау үшін біз уақыт бойынша тексерсек болады. Күн бойынша, ай бойынша, апта бойынша, жыл бойынша тексеріп отырсақ болады. Алдымен күн бойынша тексеріп көрейік. Мінекей өткізілу сабақтар 100%, тақырыптар 100, бағалар 100%, үй тапсырмасының берілуі 100%. Енді сіздерге астында мектептегі пәндер мен сыныптар тізімі көрсетіледі. Өзіңіз сабақ берген сыныптар бойынша, мысалы 5-ші сыныпты тексерсеңіз болады, арғай 8-ші сыныпты мінекей 100% көрсетіліп тұр. Келесі 11-ші сыныпты мінекей барлығы 100% көрсетіліп тұр. Енді келесі осы апта 30 наурыз және бүгінгі 5 сәуір жұмаға дейін тексеріп көрейік. Мінекей барлығы 100% көрсетіліп тұр. Сыныптар бойынша да тексеріп көрсеңіздер болады. Келесі ай бойынша тексерсек, мысалға 3 наурыздан біз 19 наурызға дейін оқыдық. 3 пен 19-ды белгілейсіздер. 3 пен 19 наурыз аралығы көрсетіліп тұр. Барлығы 100%. Ал енді сыныптар бойынша да тексеріп көрсеңіздер болады. Ай бойынша барлығы 100%. Жыл бойынша болады. Енді жыл бойынша тексеріп көрейік бекен. Жыл бойынша 1 қыркүйектен 25 мамыр аралығы. Сабақтардың өткізілуі 80, тақырыптар 100%, бағалау 80%, үй тапсырмасы 79%. Бұл жыл бойынша тек қана тақырыптар жыл соңына дейін толтырылған 100%. Басқа сыныптарды тексеріп көрсеңіздер болады, астындағы сыныптар бойынша. Ал енді өткізілуі, бағалау, үй тапсырмасы неге аз көрсетіп тұр? Өйткені әлі ол уақыт болған жоқ, сондықтан осындай көрсетіліп тұр. Әріптестер, түсінікті деп ойлаймын. Мінекей осылай өздеріңіздің өткізілген сабақтарыңыз бойынша тексеріп отырсаңыздар болады. Менің YouTube каналыма лүпіл басып, пікір жазуларыңызды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.